Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйде бар заттардан ауызашарға дәмді салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қиярымызды турап бастаймыз. Қиярымызды жуып тазалап, кубиктап, яғни төрт бұрыштап турайтын боламыз. Салатымыз өте оңай жасалады және де тез дайын болады. Құрамындағы заттар кез келген үйден табылады. Қиярымызды турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте шұжығымызды, яғни колбасамызды турайтын боламыз. Оны да кубиктеп турап шығамыз. Шұжықты турап болғаннан кейін қызанағымызды турайтын боламыз. Қызанағымызды да жуып тазалап, қатты жерін алып тастап, кубиктеп тураймыз. Құрамын міндетті түрде төменге жазып қалдыратын боламын. Қызанағымызды турап болған соң ыдысымызға саламыз. Және де қалауыңызша укроп қоссаңыздар болады. Укропты да дәл видеодағыдай етіп ұсақтап тураймыз. Жүгері қосамыз және де дәміне қарай аз мөлшерде тұз қосамыз. Енді ең соңында кириешки және де 2 ас қасық майонезімізді қосып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Осымен біздің өте оңай және де тез дайын болатын салатымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.